Түркістан облысында денсаулық жолы республикалық шарасы басталды. Ең мықты медицина мамандарынан құралған мобильді топ алдымен Арыс қаласына барды. Осылайша жарылыстардан жапа шеккен тұрғындары эндокринолог, офтальмолог, невропатолог, психолог секілді сала дәрігерлеріне қаралуға мүмкіндік алды. Тақырыпты осы өңірде жүрген тілшіміз Гүлжазира Ғалиқызы жалғайды. Жарылыстан қатты зақым келген медициналық мекемелердің бірі осы. Арыс аудандық орталық ауруханасы. Дәл сол күні осы мекемеде 134 науқас ем алып жатқан, оның арасында жан сақтау бөлімінде жатқан кішкентай нәрестелер де болды. Жарылыс болған күні жан сақтау бөлімінде жатқан кішкентай пациенттердің бірі осы бала. Қызылшаға шалдыққан 1 жасар сәби ауруы асқынып, өкпесі қабынып, тыныс алу аппаратына қосылған. Гүлназ Тұрсынбек сол күні кезек шет. Жарылыс жан алқымнан алғанда, ол өмір мен өлім арасында жатқан баланы жаялығына орап қаша жөнеледі. Шақтаған күйі жерге қаша берді ғой, сая жерге. Қасында адамдар тұрма қаша берді деді. Жолдан тауып алады не болса да деп. Сонымен моланың ажанды папасымен сөйлесіп сол жерде бердім. Ұжымға үлкен алғысымды білдіремін. Осындай апатты жағдайда халықты әрқайсысы өз отбасына қашпай, сол жерде стационарда жатқан барлық науқастарды сыртқа шығаруға көмектескеніне үлкен алғысымды білдіремін. Сол күні ауруханада жатқан 134 науқастың 56-сы жас бала еді. Сау адамдар сауылдаған снарядтардан тығылар жер таппай тыпырлап жатқанда, ақ халаттылар сырқаттарды аман алып шығу үшін арпалысты. Жүре алмайтын ауыр халдегілерді аурухананың 4 бірдей жедел жәрдем көлігіне тоғытты. Медицина қызметкерлердің өздері өз күшіменен жаяу алып шыққанда науқастарымыз болды. Сәби болды, сондай жүкті әйел болды. Азанда таңертең келіп түскен әйелді акушеркамыз өзі жетектеп алып шығып, кейін жолдан кездескен көлікке отырғызып, дальше арғай алып барып, жолда босанды ол әйеліміз. Жарылыс күні жарық дүниеге келген сәби міне. Әжесі оны кеше ғана 40-нан шығарды. Бөпеміз өте беймаз, жылауық дейді. Беймаза шақта туғаннан болар деп күледі әжесі. Кіндігі көлік ішінде кесілген қыздың аты Камила. Алайда әжесі басқаша атақсы келген. Сол дүрбелеңнен кейін шаттық қойып едім өзім. Арты жақсылық болсын, шаттық болсын деді. Қорқынышымыздың арты қуаныш болсын деп. Бірақ ана көмектескен кісілер Камила деп қойыңыз деп айтып кеткен екен. Сонымен Камила деп сол кісілердің сөзін жерге тастамай қойдық. Сол кісілердің арқасында жандары қалды ғой деп өзіміз сыртынан тілегімізді тілеп отырмыз. Рахмет айтамыз көмектескен кісілерге. Әсіресе акушер Нағимаға алғысым шексіз. Арыста 8 денсаулық сақтау мекемесі бар. Жарылыстан аман қалғаны жоқ. Іші сырты жөнделіп жайрап жатса да, ақ халаттылар арыстықтарға денсаулық жолын көрсетіп бәйек боп жүр. Түркістан облысынан Гүлжазира Ғалиқызы, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.